Достар, бүгінгі видео ерекше кино туралы болады, яғни Аватар 2 туралы болады. We all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe you can do anything, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. Киноны қатты күттім, көп уақыт күттім. Билет туралы айта кетейін, мен артынан ең соңынан келіп алған соң менде екінші қатар болды және шеткі орын болды. Сондықтан бұндай киноларға ертерек билет алып қойған жақсы болады екен. Аватар 2 әдеттегідей Джек Саллидің жанұясы айналасында өрбейді. Жанұя демекші, олардың 3 баласы болады. Және ғалым Грейстің қызы да олармен бірге. Ол қалай пайда болды, білмеймін ал. Общем, керемет өмір сүріп жатады. И бір кезінде өздері қуып тастаған адамдар қайтып келеді. Солардың келісімен шайқас, қақтығыстар басталады. Бір қақтығыста Джектің баласы жарақат алады. Балаларын қорғау мақсатында жанұясын алып басқа жаққа қашады. Содан не керек, өз племесін тастап қашады. Суда өмір сүретін аватарларға келеді. Осы екінші бөлімдегі бүкіл оқиға десе болады, су айналасында болды. Бірінші частьта Пандора деген планетада болса, осы жолы судың астында болды. Прям эффекттері барлығы прям мықты. Сонысымен әсер береді да, еще әсері деген сондай мықты. Я, су асты әлемі, эффекттері бәрі мықты. Кэмерон суды жақсы көреді екен жалпы. Кезіндегі Титаниктің өзі неге тұрады? Бұл жолғы су астындағы тіршілік бәрі шынайы, прям өте мықты шыққан. Джектің балалары, Джектің өзі осы су әлеміне үйреніп жатады. Оларды баяғы зұлым полковник іздеп жүреді. Ол бірінші бөлімде өлді, естеріңізде болса. Ал бұл бөлімде аватар денесінде оны кері жасап шығарады. В общем, шытырман айқай. Іздеп ақыры Джек Саллидің отбасын табады. Ол кезде су патшасы балалары мен Джек балалары достасып үлгереді. Және Джектің кіші баласы су астындағы кит сияқты алып балықпен достасады. Оларды Талкун деп атайды. Сол Талкун соңғы шайқас кезінде көмек береді. Су патшалығындағы аватарлармен бірге полковникке қарсы шабуыл жасайды. Джектің үлкен баласы сол шайқаста өледі. Аянышты әрине. Дегенмен жеңіп шығады. Соңында қашып жүре бермей, жанұясы үшін шайқасуды шешеді. Қысқаша кино осылай болды. Қысқа деген сөз бұл Аватар 2 туралы емес. Кино ұзақтығы 3 сағат 10 минут. Сондықтан киноға попкорн емес, дұрыс тамақ алып кірсеңіздер де болады. 3 сағат бойы кино қарап отырып, осыны жейміз. Тамақ жеп отырып кино қарау деген жақсы екен жалпы. Осылай жасасаңыз да болады. KFC-мен бірге сок, салфетка бәрін алып кіргенсің ғой, мықты кетті өзіме. Кинодан кейін прям мықты деп көзің жайнап шығасың ғой. Тема. Кино тема. Мықты болды. Аватардан шықтым. Әсер деген мықты ғой. Стоит келіп қарауға. Джеймс Кэмеронға мықты. Жирный плюс. Көрем деген адамдар болса кеңес берем. Мен осы киноның бірінші частьін көргенде Джеймс Кэмеронның киносы осы Аватар ең мықты кино деп ойладым. Вообще әлемдегі ең мықты кино деп ойладым. Содан соң екінші часть шықты. Кино біткен соң әсерім дәл осындай болды. Аватар 2 тамаша әсер берді маған. Осы екінші частьті көріп шыққаннан кейін енді асыға үшінші частьті күтемін. Үшінші часть менің өз ойымша
одан да мықты. Бұл бірінші, екінші частьтан да қатты, одан да қатты мықты болып шығады деп ойлаймын. Ол қашан шығатын Джеймс Кэмерон білетін шығар, басқа ешкім білмейтін шығар. Но бірақ мен асыға күтемін ол частьті. Жалпы Аватар 3 2024 жылы шығады деп жоспарлануда. Ал Аватар 4 2026 жылы. Аватар 5 2028 жылы шығады деп жоспарланған. Бірақ соңғы 2 бөлімнің тағдыры осы Аватардың екіншісінің кассалық жинағына байланысты екен.